Елімізде осыдан 3 жыл бұрын қабылданған медиация заңы тиісті деңгейде қолданылмай отыр. Республика бойынша қаралып жатқан істердің тек 1,5% ғана осы медиациялық тәртіппен шешіледі. Бұл тым аз көрсеткіш. Осыған байланысты Батыс өңірінің судьялары мен медиаторлары бас қосып, аталған заңның осал жақтары мен тиімді тұстарын талқыға салды. Судьяларға арналған семинарды Қазақстан Республикасының жоғарғы соты мен Біріккен ұлттар ұйымы қауымдастығы ұйымдастырды. Жиында медиация, яғни бітімгершілік заң арқылы тараптар арасындағы дауды шешудің тиімді екені айтылды. Кәсіпқой және кәсіпқой емес медиаторлар болады. Кәсіпқойлар қандай мәселе болмасын, 30 күннің ішінде екі жаққа да тиімді шешім қабылдайды. Соңғы уақытта арызданушылар кәсіпқой медиаторларға жиі жүгінетін болды. Медиация деген бір қарасақ және ежелгі ұғым секілді, бірақ бұл жаңа дегеніміз бұрынғы ежелгі тарихтан медиация делдал арқылы дауларды шешу ежелгі тарихта да сондай дүние болған. Енді ең бастысы медиация бұл жерде енді уақыттың үнемдеуі және қаражаттың үнемдеуі деп айтуға болады.